Бүйтіп қазір ЛРТ-да жақсылық болып кетті. Көзіміз көріп, қуанатын болдық. ЛРТ-ші кәдімгі. Әйтеуір қай ұлт салмады, әйтеуір қазір Қытайлар келіп салып жатыр. Әйтеуір китайский болып кетмесе болған, әйтеуір. Жоқ, күшті болып жатыр, айтыңыздаршы, иә. Ана вокзалдан, жаңа вокзалдан, кәдімгі аэропортқа дейін. Ана қандай безендірген. Мен айттым ғой, бір жылда қаланың бір әдемі көрікті жері болады. Біздің ЛРТ деп. Бірақ мен маршрутын қарап отырсам, аэропорттан вокзалға дейін екен. Мен ішімнен ойладым. Самолеттен түскен адам вокзалда не жұмысы бар екен? Самолеттен түскен адам енді вокзалда не істейді деймін да. Не пойызға билет әзер алған адам. Маршруты да күшті. Ана ЛРТ-ның айналасындағы адамдар, ана үйлер. Аналар ана ЛРТ-мен жүретін адамдар емес. Кілең БМВ-мен, Мерседеспен жүргендер. Сондана правый берікте тұрып жатқандар, центрде тұрып жатқандар, сол жаққа барып, түсіп, мен аэропортқа барып қайтайын деп. Ар жағы пробка, мен одан да ЛРТ-мен жетіп қалайын деген секілді ма деп ойлаймын да. Енді салынып атса, салынып атыр дейміз. Салынбаса, салынбат дейміз. Оны бар ғой, негізі кәдімгі аттракцион істеп қою керек. Туда обратно 2000 теңгеден. Экскурсия. Даже балдар үйде шулап атса, бір кетіндерші бар, ана ЛРТ бар, ойнап келдер бар. Кешке дейін. Енді бұл да енді әйтеуір салынып бітетін шығар жыл соңына дейін. Мына ескі вокзалдың астынан аэропортқа дейін салады деп жатыр. Енді оны біз көреміз бе, көрмейміз бе? Бізге қазаққа сол ЛРТ жұмыс жасап жатса, Аллаға шүкір, барлығы қозғалып тұрған жақсы ғой. Айнала берейік. Вокзалдың ортасында қаншама елде ол ЛРТ-да бар, қанша елде жаңағы пойызда бар. Мен кей кезде ойлаймын, біз ЛРТ-ны айта береміз. Біз сол ЛРТ-ны баяғыда метро қылып жіберу керек еді. Өйткені біз жер астындағы нәрсені айтпайды екенбіз. Тек көзімізге көрінетін нәрсені айтамыз. Шынымен. Бізден кейбір кісілер бар, бір көзге көрініп жүрген жақсы көреді. Көзге көрінбейтін жақсы көретіндер бар. Ана кейбір ағаларымыз ағаш шықса, өшір нормально. Үлкен кісі ағаш шықса, нормально. Кейбір кісілер бар, андай жерде отырса, мені мына жаққа шақырса екен деп отырады да. Біздің астанамыз жаңа гүлденіп жатыр деп, сол мына ЛРТ-мыз көз алдымызда өсіп келе жатыр. Сол ЛРТ-мен әр вагонның өзінің қаласын қылып қою керек. Ана басындағы паровоз Астана, келесі вагон Алматы, одан кейінгісі Талдықорған, одан кейінгісі Орал, одан кейінгісі Маңғыстау, одан кейінгі вагон Көкшетау. Сонда біз әркім өзінің қаласының жаңағы вагонына мінгісі келіп тұрады да. Ең соңғы Шымкент. Сосын дополнительный еще бір вагон қойып қою керек. Өйткені Шымкент бір вагонға сыймайды. Расымен әзіл дейміз ғой. Гүлдене берсін, Астанамызда гүлденсін. Жалпы мына Абу-Дабиді айтып едік, ол да бой көтерді. Енді мына ЛРТ-міз қозғалса, одан ары қарай қозғалатын, айналатын ғимараттарымыз көп болсын. Бүкіл әлем таңғалып, Астанаға жолдама алып, туристар да көп болсын. Менің арманым сол. Мына ең бір арасында бір ойлайым, оны да бір айтып кету керек шығар. Қазір бізде енді әскеріміз жақсы, біздің қазір жалпы қай жағы болса да жақсы. Мен әскер туралы айтып отырғаным, өйткені барлығы жақсы, бірақ бір нәрсе бар. Жаңағы ұлдарымызды жайлап бір көшеден алып кетіп жатқан жаңағы. Ол кісілердің де өзі бүйтіп қарап бар ғой, бір балдарға өздері қарайды уже.
Ай, осы әскерге барған жоқ осы. Кафеде отырған жерінен алып кетіп жатыр. Үйден келіп алып кетсе болады ғой әке-шешесінің қолынан. Ана мусор төгуге кеткен бала, үйге қайтпай жатыр. Мусор төгуге кеткен жерінен алып кетіп жатыр. Арасында звондайсың, ай бала қайдасың десе, мен военкоматта отырмын дейді. Ладно, отыра бер, желек қайда деп сұрағың келді. Бізге негіз әскерге қазір жарнама жасау керек. Біз қазір әр нәрсеге жарнама жасаймыз. Беттің креміне дейін жарнама жасаймыз ғой мысалы. Бүкіл жердің бәрін жарнамасы батыр. Бүкіл сауда үйлеріне, тағы басқаларға біз сосын не үшін? Біз сол жаққа барғымыз келіп тұрады. Турция жаңағы отдықтарын жарнамалап жатыр. Тағы біреу рекламасын жарнамалап жатыр. А бізде әскерде жарнама жоқ қой өйткені. Бізге әскер жарнамалау керек кәдімгі. Бізде көшеден солдат көріп қалсаң, қазір мен солдатты көрмеймін бар ғой шын керек. Солдаттарды кәдімгі әдемі алып киіндіріп қойып, көшеде кәдімгі демалып жүрген әдемі киімдермен кәдімгі солдаттар келе жатса, балдар кәдімгі арттарынан шагайттап, бірге баяғыда сөйтетінбіз ғой жаңағы. Арттарынан шагайттап, мен солдат болам, мен отанымды қорғаймын деп жүретін. Қазір бір кейбір солдаттарды көріп қойсаң, көшеде жаңа аға бір 100 теңге бересіз бе, тамақ ішіп алайын деп едім деп отқан. Анандай жағдай көрген кезде кім әскерге барғысы келеді? Әскерлеріміздің кәдімгі солдаттарды күнсалықты бүкіл телеарналарда кәдімгі өздерінің күнделікті таңертең тұрып отырғандарын, пласта шагайттап жүргендерін, ән айтып отырғандарын, вертолеттан секіріп түсіп жатқандарын көрсетіп, ана казармаларын көрсетіп, қандай тамақ ішіп жатқанын көрсетсе, бізде барғымыз келіп тұрады. Қазір көшеден ұстап алып, қойды ұстап алғандай жаңа сирағынан ұста деп. Ана байғұстар бармайын деп. Сөйтіп ертең сол анжер мен жерден ұстап алып жүрсек, ертең біздің әскеріміз қандай болады деймін да. Жақында парадтар болады ғой, парадтар неше түрлі. Сонда мен ойлаймын, алдағы уақытта егер біз көшеден ұстап алатын болсақ, балдарымызға бүйтіп жарнамалап, әскердің қандай екенін біз көрсетпесек, алдағы уақытта парадтар менің ойымша осындай бола ма деп ойлаймын. Сонымен мерекелік мейрамға арналған әскери парадымызды бастаймыз. Бірінші болып келе жатырған түнгі клубтың алдында ұсталып қалған нөмірі 43-ші түнгі жорық әскери дивизиясы. Екінші, военкоматтағы таныстарына сеніп қалған 44-ші қадалып қалған әскери дивизия. Үшінші, курьер болып жұмыс жасап жүріп ұсталып қалған Жаяу Мұса әскери дивизиясы. Төртінші болып келе жатқан, үйленсе де бір баласы бола тұрып, екінші балаға үлгір алмай қалған тез-тез әскери дивизия. Бесінші, жұмадан шығып келе жатып ұсталып қалған Сабыр әскери әуе дивизиясы. Алтыншы, компьютерный клубтан таңда шығып ұсталып қалған нөмірі 97-ші Сұрмергендер атқыштар дивизиясы дегеннен Құдай сақтасын, елімді қорғайым, жерімді қорғайым деп өзі военкоматқа барып, ел үшін тұрам дейтін азаматтар көп болсын.